Ағылшын тілінің 7-ші сабағы. Осы сабақта біз мына алдын үйренген есімдіктерді септейтін боламыз. Бірінші үйренетініміз мен, біз, сен, ол және оларды дың жалғауын қалай жалғаймыз. Ол кезде есімдіктер түгелмен басқа формаға ауысады. I, my болады, мен, менің, we, our болады, біз, біздің, ал сенің деген your болады, youға ұқсайды, бар болғаны жалғауы жалғанады. Келесі оның his, ал қыз балаға айтылса her болады. Және it's және their болады. Мысалы, менің кітабым дейік. My book. Біздің үй, our house. Біздің үй. Басқа мысал жасайық. Your bike дейік. Сенің велосипедің. His book. Оның кітабы. Her bag. Оның сумкасы. Деп жасаймыз. Осы сөздерімізді кішкене сөйлемге айналдырайық. Мысалы, менің кітабым қызық. Is interesting. My book is interesting. Our house is big. Біздің үй үлкен. Your bike is good. Сенің велосипедің жақсы. His book is boring. Оның кітабы зергерлік. Her bag is small. Оның сумкасы кішкентай. Деп сөйлемдерді жасаймыз. Ағылшынша есім дегенді name дейді. Мысалы, менің есімім, менің атым десек, my name дейміз. Your name, сенің есімің, сенің атың. Her name, his name. My name is Jack. Менің есімім Jack. Your name is Берік. Сенің есімің Берік. Her name is Айнұр. Оның есімі Айнұр. His name is Айбек. Деп жасаймыз. Сонымен біз есімімізді немесе біреудің есімін айтуды үйрендік. Енді осы сөйлемдерді сұрақ сөйлемге қалай айналдырамыз? Өте оңай, бар болғаны is және is дегендерді алдына шығарамыз. Сонымен жасайық. Is my name Jack? Is your name Берік? Is her name Айнұр? Is his name Айбек? Оның есімі Айнұр ма? Оның есімі Айбек па? Сенің есімің Берік па? Менің есімім Джек па дегені. Ал енді сенің есімің осындай ма дегенше, сенің есімің кім деп сұрайық. Сонымен what is your name болады. Сенің есімің кім деген. Неге кім дегенге біз what, яғни мына не деген сұрақтың аудармасын қойып жатырмыз. Өйткені name бұл жерде кім емес, name деген есім, не деген сөз. Ал қазақшаға аударғанда сенің есімің кім болады. Ал мұнда ағылшын тілінде what is your name болады. What is your name? My name is Jack деп жауап береміз. Немесе оның аты кім дейік. What is her name? Немесе what is his name? Оның аты кім деп сұрақтарымызды қоя береміз. Ағылшын тілінде менікі, сенікі, оныкі деп былай айтады. Менікі mine болады. Біздікі ours. Сенікі немесе сендердікі yours. His болады, his болады. Now hers болады. It's және theirs болады. Сонымен сөйлем құрайық. Мысалы, мына кітап менікі. This book is mine. Мына велосипед is yours. This bike is yours. This house is ours. Мына үй біздікі. This pizza is his. Мына пицца оныкі деп міне осындай сөйлемдерді жасаймыз. Келесі түрі мені, бізді, сені, сендерді деп қалай айтамыз. Me дейміз, мені дегенді, бізді дегенді аз дейміз. Сені дегенді you, сені, сендерді you дейміз. Оны дегенді him дейміз. Ер балаға айтылады. Ал қыз балаға оны дегенді her дейміз. Оны деп it дейміз және them дейміз.
міне осылармен сөйлем жасайық. Мысалы, сен мені үйге шақыршы дейік. You invite me. Invite деген шақыру, қонаққа шақыру, жалпы шақыру. You invite me. Сен мені шақыршы. Немесе I invite you. Мен сені шақырамын. Сені. Немесе I invite them. Мен оларды шақырамын. I invite him. Мен оны шақырамын. Дәл солай I invite her деуге болады. Мен оны шақырамын деп сөйлемдер жасаймыз. Тағы да бір сөйлем жасайық. I see you. Мен сені көремін. You see me. Сен мені көресің. Сен мені көресің. They see us. Олар бізді көреді. We see them. Біз оларды көреміз. I see it. Мен мынаны, осыны көремін. Яғни it деген біз білеміз, есімдік түрі адамнан басқа барлық ол деп зат есімдерге қолданылады. I see it. Мен мынаны көремін, көріп тұрмын деп сөйлемдер жасаймыз. Ал енді оған, немесе маған, менімен, менен деп қалай жасаймыз? Міне мына мені, бізді деген есімдік түрлеріне предлог сөздерді жалғаймыз да, маған, оған, бізден, бізбен деп жасай береміз. Мысалы, маған кітапты берші дейміз. Give the book, кітапты беру, маған, to me, маған дейміз. To me. Мысалы, I give the book to you. Мен кітапты беремін саған. He gives the book to her. Ол кітапты береді. To деген мындай сөзді пайдаланамыз. Яғни орысша айтқанда предлог сөздер. He gives the book to her. Немесе we give the book to them дейміз. Біз береміз кітапты оларға дейміз. Яғни мұнда ға ге жалғауын міне осы предлог арқылы жүзеге асырамыз. Немесе мынандай сөйлемдер жасауға болады. This gift is for me. Мына сыйлық маған. For деген сөздің қолданылуы, forдың мағынасы мен үшін, маған арналған деген сөз. This gift is for me. Ал қазақшаға аударғанда мынамен бірдей. Осы сыйлық маған. Немесе this gift is for you десек болады. Мына сыйлық саған. This gift is for them. Мына сыйлық оларға деп жасаймыз. Келесі дан ден жалғауын жасайық. I take the book from him дейміз. From дан ден жалғауын жасаймыз. Осы сөз арқылы мен кітапты аламын одан. Немесе they олар алады the book кітапты бізден from us. We take the book from her. Біз кітапты аламыз одан from her дейміз. Немесе біз мынаны аламыз одан дейік. Осыны аламыз, кітапты айтайық. Кітап жансыз нәрсе болғандықтан ол деп үшінші жақта айтатын болсақ, мына it деген есімдікті қолданамыз. Сондықтан міне мынаны, оны, мені деген, оны деген есімдікті пайдаланамыз. Сонымен we take it from her. Біз мынаны одан аламыз. Немесе they take it from us. They take мына кітапты меңзеп тұрмыз. Міне they take мына кітапты it from us бізден алады. Мысалы, тағы бір сөйлем жасайық. I go to the library with sister. Мен кітапханаға барамын тәтемен. Немесе I go to the library with my brother. Мен кітапханаға барамын. Кіммен? Мен пен жалғауын міне мына сөз арқылы жүзеге асырамыз. With my brother. Менің ағаммен барамыз. Тағы да сөйлемсек. We go to the museum with friends. Дегеннің орнына with them дейік. Біз музейге барамыз олар мен деп міне
мен деген жалғауларды міне мына өз арқылы жүзеге асырамыз. Ал енді да, де жалғауын жасау үшін менде, ода деу үшін мысалы мынандай сөйлемдерді құрастыруға болады. The responsibility on me is on me дейік. Жауапкершілік менде, міне мынаны пайдаланамыз. Дәл солай басқа да сөйлемдер жасауға болады. Яғни да, де жалғау үшін in, at немесе on деген сөздерді пайдаланып сөйлемдерді жасай береміз. Сонымен осы сабақта біз білетін есімдіктерді менің, сенің, яғни дың жалғауларын қалай жасалатын, сосын менікі, сенікі, олардікі деп қалай жасалатын үйрендік. Және мені, сені, оны міне былай жасалынатын үйрендік. Және предлог сөздер арқылы басқа да септіктерде септелетін үйрендік. Яғни дан, ден жалғауы, мен, пен жалғаулары, да, де жалғаулары жекеше предлог сөздер арқылы жүзеге асады, және ол кезде міне мына түрі қолданылады. Біз мына түрін және мына түрін ешқашан қолданбаймыз. Бұлардың аудармасы тек менің, сенің, мыналардың аудармасы менікі, сенікі, олардікі деп айтылады.